Телеарнада таңғы бағдарлама біз жалғастырамыз. Әріптес, көпшілігінде мынадай пікір бар. Бизнесті бастау оңай, ал оны жүргізу, жетілдіру қиынның қиын дейді. Келісемін, әрине. Бизнесті бастау үшін алдымен тәуекелшіл болу керек. Тәуекелшіл адамдардың көпшілігі бизнес тұлғалар дейді. Сол секілді бизнес бастау оңай емес, қаражат жағын үнемдеуін қажет болады. Үлкен команданы басқару қажет болады. Әрине, ол да бар. Ал бірақ сен бизнесті жүйелеу дегенді естідің бе? Естіген жоқпын. Олай да бола ма екен? Ондай да бар, иә. Командалық жұмыстың артында бизнесті жүйелеу ол маңызды қадамның бірегейі. Осы тақырып төңірегінде біздің таңғы бағдарламамызға сұхбатқа келіп отырған бизнес-коуч Нұрасыл Тоқбай толығырақ тарқатпақ. Нұрасыл мырза, қайырлы таң, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Таңғы көңіл-күй қалай, жақсы ма? Аллаға шүкір, жақсы. Кез келген кәсіп иесінің әрбір таңы қалай басталу керек, неден бастау керек? Енді таңда жүздесіп отырып қой, осыдан бастайықшы. Енді кәсіп иесі болғандықтан барлығы соған байланысты оның энергетикасы болу керек. Команда басқарады, сондықтан ертерек тұрып өзінің рухани жан дүниесіне көңіл бөлген жақсы. Жалпы таңғы дәстүрін өзін жүйелеп тастаған жақсы. Ол жерде де жүйе болған жақсы. Мысал айтқанда, бұл жерде 4 қуат бар. Менталды, физикалық, эмоционалды, рухани деген секілді. Солардың барлығына көңіл бөліп, таңғы жаттығу деген секілді, санаға сенім сөздер, аудио кітап болса, солардың барлығын жасаса, және де күнін жоспарлайтын болса, қандай бүгін нәтижеге жетем деп сөйтіп бастаса, жұмысы берекелі бола ма деп ойлаймын. Жалпы таңды жақсы қарсы алу, ол күні бойғы бизнесінің ілгерілеуіне әсер етеді ғой. Әрине. Иә, айтқымыз келіп отырғаны сол. Сондықтан да қымбатты көрермен, әр таң ол жаңадан берілген бізге жаратқанның мүмкіндікті мүлт жібермес үшін қолымыздан келетін дағдыға қалыптасу керек. Ал бизнесін бастап жүрген, енді бастамақ ниетте жүрген көрерменге бүгінгі сұхбатымыздың пайдасы тиер деген сенімдеміз. Жоғарыда бизнесті жүйелеу дей қалдық. Бизнесті жүйелеу дегеніміз не? Бизнесті кімдер жүйелейді? Осы жөнінде жалғастырсақ. Жалпы нарықта көбі кәсіп бастағанда бірінші нулевой этап дейді, дайындық керек екен. Сол жерде көбінде білім жетіспей жатады. Сол білімсіздіктен басталған кәсіптің соңында көптеген жаңағыдай шығындарға ұшырап жатады. Мысал айтқанда, Қазақстан еңбек кодексіне қарайтын болсақ, бұл жерде кәсіпкер өзінің кәсібін ашқанда белгілі бір ОКЕТ, жаңағы ИП или ТО бір формада бір ашылу керек, өзінің бір заңнамасы бар. Мысалы, адамды жұмыс қалғанда, ол жерде келісім шарттары болады. Мысал айтқанда, трудовой договор, ГПХ договор деген сияқты. Сондайлармен егерде команданы сөйтіп алатын болсақ, сол кезде жаңағы команданы басқаруға да оңайырақ болады. Сосын туындайтын мәселелердің көптеген алдын алады сол құжат. Енді жаңа айтқандай, бір сапарға шыққанда дайындықпен шыққан жақсы ма, или дайындықсыз шыққан жақсы ма? Сондай секілді ғой. Мысалы, мен сапарға дайындықсыз шықсам, бірдеңені ұмытып кетіп жатамын, сосын сол жерде бір мәселем шеше алмай жатамын да. Сол секілді бизнесті бастарда жалпы экспертпен ақылдасып, қандай бағытқа көңіл бөлу керек. Мысалы, кәсіп негізгі бір 7 бөлімнен тұрады, егерде жалпы айтатын болсақ. Әкімшілік бөлімі, бұл жерде кәсіп қауіпсіздігі, стратегия деген сияқты өзің жоспарларың қарайтын бөлім. Одан кейін бізде команда басқару. Біздің кәсіпті кімдер жасайды, сол команданы құру керекпіз. Команда құрғаннан кейін ол жерде бізде коммерциялық бөлім, жаңағы маркетинг, отдел продаж деген секілді. Одан кейін ақша түсіп бастайды, кіріс, шығыс, учет деген сияқты. Ол жерде қаржы бөлімі. Қаржы бөлімнен кейін бізде өндіріс немесе қызмет бөлімі кетеді. Одан кейін қызметіміздің сапасын бөлу үшін сапа қадағалау бөлімі бар. Одан кейін пиар бөлімі. Осы әр бөлімде істелінетін, міндетті түрде істелінетін бір функциялар бар да. Егерде кәсіп бастарда сол функцияларды түсініп бастайтын болсақ, әлдеқайда жақсы бола ма деп ойлаймын. Тамаша. Енді кәсіби маман ретінде алдыңызға бірнеше бизнесмендер келеді ғой. Қандай қателіктер жиі жасайды? Қате өте көп, соның ішінде өте жиі кездесетін ол несиемен бастайды, асығады. Бір парадокс, жастар тезірек миллиардтап, миллиондаған ақша тапқысы келеді да, сөйтіп көптеген қателер жасап жатады. Ал үлкен кісілер жаңағындай, олар қорқақтау келеді, уже көпті көрген, аузы күйген үрікшер демекші, олар жай бастайды да, хотя олар жасы келді, оларға тез қимылдау керек секілді. Ал жастар керісінше да, оларда алдында көптеген уақыт бар,
бірақ олар асығысы мен амбициялары үлкен болады да, сөйтіп жаңағы көп қате жасап жатады. Жастық максимализммен көп қателіктер жасайды дейсіз ғой, иә? Бірақ кәсіпкердің де бір қасиеті сол ғой, тәуекелшіл. Жаңағыдай басын тасқа ұрып барып үйренеді да. Бірақ үйренетіндері бар қайталамауға, кейбіреулер үйренбейтіндері бар. Сондықтан тиімді жолы жаңағы эксперттермен ақылдасып, уже жолды білетін адаммен сұрап, жоспарын құрып жүрген жақсы. Дегенмен жүйелі бизнес атқарып жатқан кәсібилер бар ғой өңірімізде. Бар, иә. Ал бизнестің соңы жүйесіз екенін түсініп жатқандар көп пе бізде? Қателікті неден жіберіп жатыр? Бір қызығы қазір миллиардтап, обороттап жасап жүрген жігіттер бар. Енді олар ертерек бастағасын, ол кезде конкуренция, жарнама деген болған жоқ. Олар енді өзінің орнын алып алды. Бірақ енді түсіп жатыр да, қазір жүйесіз кәсіп жасауға болмайды. Жүйесіз болсаң, қазір сенің алдыңнан орап өтеді ғой. Орныңды алып кетеді. Сондықтан жүйеге көңіл бөлу керек. Олар миллиардтаған оборот жасады, бірақ қазір жүйе жоқ та оларда. Енді қызметтерімізді алып жатыр да. Мысалы, персоналды басқару, қаржы, мысалы көбі бухгалтерия мен қаржы есебін бір деп көреді да. Бірақ ол бөлек. Мысалы, бухгалтер ол үкіметпен жаңағы налоговый мен кәсіпкердің арасындағы есебін жасайтын адамда, ал финучет ол жеке кәсіптің қарамағындағы дүниеда, ол өз есептеу керек. Өзінің өнімі қаншаға сатады, чистая прибыль, точка безубыточности деген сияқты ұғымдарды өзі басқару керек та. Қызметкерлерді оңай әрі тиімді жолмен басқарудың жолы қандай? Басшының міндеті қандай болу керек? Керемет. Бұл енді егерде 5 этапқа бөлетін болсақ, бірінші этап кәсіп бастағанда тестовый этап болады да. Кәсіп бар или жоқ. Көп сумманы салмай, аз-аздан бастап көру керек. Егерде қызметің күшті, тағы да маған массаж жасап берші, тағы или маникюр жасап берші деп қызмет келіп жатса, значит бизнес бар. Енді сізге екінші этапта трафикті басқару керек та. Трафик келетін клиенттарға жарнама каналдар бар ғой, радио, таргет, блогер деген сияқты. Соларды сен басқарып үйренгеннен кейін, үшінші этапта сіз айтып отқан команданы қалай басқару керек. Уже сізде ақша болғасын команданы алып бастайсыңыз. Басқа массажистер көбірек аласыз. Енді сіз өзің жасамайсыз, басқарасыз. Осы тұрғыда команданы басқаруға бірнеше құралдар бар. Атап айтатын болсақ, бізде оргструктура болу керек. Үйлестіруші структура. Мысалы, бізде бар ғой президент, парламент деген сияқты да, әркім бір-біріне. Сол сияқты бізде басшы, басшыдан кейін көмекшісі, начальник, сосын менеджер деген сияқты командный коммуникационный линияны білдіретін бізде оргструктура болу керек. Ол оргструктурада істелетін функционалды міндеттері болады. Мысалы, бір механик келді ма, соның міндеті болады функционалды. Ол 4-5 функционалды міндеті болуы мүмкін. Сол әр функционалды міндеттің түпкілікті құнды өнімі жазылу керек та. Ол не үшін ақша алып отыр? Осы функциясы нені білдіреді? Соны білуіміз керек. И және де 4-5 жаңа функциясында главный метрики дейді да. Осы адамға мен қадағалап нәтижеге шығу үшін нені мен қадағалауым керек? Метрикасын шығарып бересің. Мысалы, отдел продаж ол белгілі бір күніге 200 адамға соғып, бірдеңе сомаға адамға сату керек деген сияқты пландар болады та. Сондай метрикамен біз басқаруымыз керек. Және де осы сат болғаннан кейін бізде көбі өкінішке орай жаңағыдай жасырын жұмыс жасайды. Ауылша келсет, сен маған келдің, сен мобилографсың, жасай бер дейді да. Арада ешқандай келісім шарт жоқ та. Ал Құдай сақтасын, ол қазір машина қағып кетсе, қайықта болды апат десе, қайықтан кетірін, жұмыста жүретін бейді. Сол кезде еңбек инспекция тексеретін болса, ол да уже құжаттар жоқ та. Сондықтан бұл жерде жаңағы келісім шарт болу керек. Еңбек жаңағы трудовой кодекс талаптарына сәйкес. Трудовой договор болу керек, немесе ГПХ-да. Енді одан кейін бізде компанияның ережелері болу керек. Не істеуге болады, не істеуге болмайды. Солардың барлығы осы команданың сізге ауызбіршілікте жұмыс жасауға арналған құралдар. Енді айта берсек өте көп, сондықтан негізгілері осы. Және де координация дня дейді, таңертең 5 минутка деген сияқты апталық жоспар, айлық жоспарлар өте міндетті. Осыларды егерде жасамайтын болсақ, егерде қызметкер жұмыссыз отырса, оның кінәсі емес та. Ол кәсіп иесінің кінәсі. Себебі мен оған жүйелі түрде жоспар жазып бере алмадым. Және де оны қадағалай алмадым да. Енді кәсіпте кейбір жағдайда байқаймыз, ағайындылар кәсіп бастап жатады, соңында бір кикілжіңдер пайда болып жатырады. Жалпы өзіңіздің пікіріңіз, ағайындылар кәсіп бастаған дұрыс па? Кәсіпте туысқа орын бар ма? Жалпы егерде жүйелі жасайтын болсаң, барлығы да болады. Бірақ көп жағдайда жаңағы
отбасылық қарым-қатынас кәсіпте де жүреді да. Жаңағы мысалы сіз менің қарындасымсыңыз, мысалы университет бітірдіңіз, мен сізді келем да жұмысқа алам да. И сол кезде сіз мысалы арада ешқандай келісімшарт жоқ, әйтеуір сен бір кассирсің мысалы, кейде ұйықтап қаласың, аға мен осындай таңғы жаттығуым бар еді деп кешігіп бастайсың. И мен ыңғайсызданамын саған ұрсуға. Сол кезде мен как сізді асыраушы боламын ғой. И екеуміздің қарым-қатынасымызды көрген жаңағы өзге жерден келген туысым емес команда, олар соны копировать етеді да, олар да кешігіп бастайды да. Сондықтан егер де командамызға туыс-туманы алатын болсақ, бұл жерде басты ашып алып, кәдімгі бұл жерде келісіп алу керек та, келісімшартпен не істейсің, қашан келесің, қалай кетесің, түсіндіру керек, что кәсіпте мен жетекшімін, сіз қызметкерсіз. Ал кәсіптен бөлек мен сізге ағамен қарым-қатынас ретінде араласамыз деп. Осыны басып айтқан жақсы. Және де 2-3 рет, мысалы мен сіз жұмысқа алдым ғой, испытательный срокқа алған жақсы да, мысалы көрейік жақсы, бір ай көрейік, себебі не команда бар, ертең екеуміздің арамызда сіз кешігетін болсаң, олар да ренжіп бастайды деген секілді да. Егер де сізге ұнап жатса, талаптарға сай орындалып жатса, онда қаласыз. Егер де не қылмаса, онда ренжіме қарындасың. Басқа жұмыстар көп қой. Басынан бастап ашық айту керек. Ашық келісіп алған жақсы да. Жақсы, Расул мырза, өте жақсы құнды ақпараттармен бөлісіп отырсыз. Енді бұл сұхбатты көріп отырған әрбір тұрғын бейжай қалмау керек. Қойын дәптеріне түртіп отыру маңызды. Өйткені қазір бизнес көзілеспес жылдамдықпен дамып жатыр ғой. Осы орайда тағы бір сауал. Маңғыстау облысында бүгінгі таңда сұранысқа ие қандай бизнес түрі деп айтар едіңіз? Жалпы әлемдік деңгеймен салыстырайық және өңірімізді алайық. Жалпы мен байқағаным, қазір қандай жұмыс ашсаң да сервисін жүйелі түрде бастайтын болсаң, любой бизнесті жүргізуге болады. Бізде қазір мынандай болып тұр да, бір жағынан жұмыссыздықтар көп, бір жағынан жұмыс орнын, мысалы мен барған жерде міндетті түрде завсклад, HR, финдир, вообще жетіспейді да, бірақ сондай мамандар жоқ та. Себебі сапасыз. Бір жерде 4-5 жыл жасаған жүйесіз компанияда келіп, нәтижеңді арғы өмірде, арғы компанияда қалай бақыладың өзіңнің, қандай нәтижелер жасадың деп, егер де сұхбат жасайтын болсаң, көп нәрселерді білмейді да. Сондықтан бізде осындай болып тұр. Жұмыс көп, мына жерде жұмыссыздық та көп та, арада бізде жақсы мамандар жоқ. Мамандарды оқыту керек деп ойлаймын. Және де бізде қазір сезонға байланысты ғой. Клубника в шоколаде кешемот. Қазір енді ол толып кетті, уже өтпей жатыр деген сияқты ғой. Сондықтан мен айтарым, терең, қандай мамандықты алсаң да, терең соны оқып, сода жұмыс жасап, кішкене біліміңді арттырсаң, любой салада дамуға болады деп ойлаймын. Енді осы тұста сұрағым келеді. Бәсекелестік көп қой енді. Жаңа өзіңіз айтып жатырсыз. Бәсекелестіктен қалай сынып кетпеуге болады бизнес бастаған кезде? Немесе бизнес жүргізіп жатырған, бізді көріп отырған көрермендер бар болар. Енді бәсекелестікте бастысы бізде аналитика дұрыс болу керек, маркетингтік анализ жасап білуіміз керек. Өкінішке орай қазір нарықта бір анализ жасайтын жақсы мамандар жоқтың қасы. Сондықтан қазір бізге искусственный интеллект деген ұғым бар ғой, қазір барлығы соған келіп жатыр да. Қазір міне бум болып жатыр. Сол жерде қазір біздің жұмысымызды өте жеңілдетіп тастаған. Бұл жерде тек қана запросыңды бір құрып алсаң, диалогыңды да, жаңағы чат GPT-мен да, и сол жерден ассистенттер құруға болады. Сол ассистентке, мысалы, маркетинг аналитик деген ассистент ашып алып, соған дұрыс запрос берсең, алдында бір толтыратын өзің критерияларың бар. Саған полный аналитикаң шығарып береді. Сол жерде бәсекелестіктен қалай озуға болады. Мен сосын бәсекелестердің сілтемелерін қоясың, сайтын, инстаграмын айтып береді. Бұлардың артықшылығы сізде мынау, кемшіліктері мынау, осындай жоспар жасайтын болсаң, сен одан осып кете аласың деп барлығын жасайды қазір. Бұның енді артықшылығын айтып отырсыз ғой. Ал қауіп бола ма? Қауіп? Өйткені жойылып кету қаупі бар мамандықтар тізімі ашық порталдарда, әлеуметтік желілерде жүр болашақта. Енді мен байқағаным, қазір енді біз енді ұстаз болғасын жерде, жаңағы кәсіп жүйелеуші болғасын жерде, біз 1-2 қадам кәсіпкердің алдында жүреміз. Мен былай көз қарасым қазір осы соңғы 6 ай, 1 жылдан кейін бізде мысалы жаңағы ассистент, менеджер по продажам, мобилограф дегендердің жалпы айтқанда жұмыстары азаяды. Себебі оның барлығын қазір чат GPT, Хейген деген аватар шығару. Қазір мысалы менің видеоларымның барлығы шығып жатқан осы бір апта болды. Барлығында мен қатыспаймын. Мен тек аватарымды видеоға түстім, ол менің жүзімді есепке алды, даусымды есепке алды. Болды, ары қарай мен текст салам,
болды, ол сөйлей береді. Мен инстаграмға кіріп қарасаңыз болады, соңғы видеолар сөйтіп шығып жатыр да. И сол сияқты маған келесіде студияға барып, жаңағы мобилограф жалдап, оның да азаяды ол жұмыстар. Демек, сіз үшін жақсы ғой бұл? Мен үшін жақсы себебі деген, мен біріншіден уақытым өз үнемдеймін. Екіншіден ақшамды үнемдеймін. Үшіншіден энергиям қалады, мен басқа шаруаларға көңіл бөле аламын. Бірақ медиа контент жасайтындар жұмыссыз қалып қояды деген ой жоқ па сізде? Олар бар, бірақ бұл жерде былай ғой, оны заманның дамуына біз дейтін бейімделіп үйренуіміз керек. Себебі деген, заман дамиды, ол тоқтамайды. Сондықтан, мысалы, мобилографтар кішкене өзгерме, ол жоқ болып кетпейді, болады, бірақ спецификасы ауысады да. Мысалы, баяғыдай арттарынан жүгіріп жүрмейді. Мысалы, оларда мысалы монтажды жақсы білу керек, кішкене ана топовый неге шығу үшін жақсы монтаж фишкаларына кішкене көп көңіл бөлу керек деп ойлаймын да. Мысалы, отдел продажда, мысалы, қазір көбінде бізде қазір сізге заказ келсе, в моменте жауап бере алмайды ғой біздің мобилограф, нелер, мысалы, отдел продаждарда, ал ChatGPT-дің онда жоқ, 24-ке 7 жауап береді да. Бірақ, по-любому, бізде кейбір сөйлейтін жерлер бар да, сондықтан осы ChatGPT-дің отдел продаждың жазатын сөздерін жазып, құрастыратын адам болады. Ол жаңағы отдел продаж соған өту мүмкін да, контент-менеджер дейді, сондайға өту мүмкін да. Сол көрдіңіз, ол бейімделіп білу керек та, жоқ болып кетпейді, бірақ бейімделеді. Заманның түлкі болса таз болып шал дегенге саят енді. Рахмет, Нұрасыл мырза. Сұхбат соңында экран алдындағы маңғыстаулықтарға, оның ішінде кәсіпкерлерге, сол кәсіптің өкілдері, тұтынушыларға айтарыңыз болса, қорытынды сөз. Бастысы білімге көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Мысалы, тауық сойсаң да қасапшыға бар дейді ғой. Мысалы, сіз қай кәсіпте дамып жатсыз, басыңызды иіп, сол салада жетістікке жеткен мамандарға барып, кәсіпкерлерге барып, бір кешкі шайға шақырып, мысалы да, солардан бір ақыл кеңес алған жақсы, орта керек, ортамен дамимыз да. Ал операционкада жүре берсек, дамымаймыз. Біліміңізге ақша салыңыз, маркетингті оқыңыз, себебі маркетинг сізге ақша келеді. Кейін командаңыз көбірек болса, команда өсіп жатса, жүйені оқыңыз. Кеңес берерін Высоцкий консалтингтің көптеген кітаптары бар. Как организовать структуру компания. Структура компания қалай құру керек. Сол кітаптарды оқыңыздар. Сол жерде кәсіп жайында жақсы жазылғанда не істеу керек, кім кімге бағынады деген сияқты. Бастысы білімге көңіл бөліңіздер. Рахмет, қымбат көрермен, естеріңізге салайық. Бізде бүгін қонақта болған бизнес-коуч, 10 жылдық тәжірибесі бар бизнесті жүйелеу эксперті Нұрасыл Тоқбай. Нұреке, рахмет. Таңыңыз, күніңіз сәтті өтсін. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен қауым, осымен сейсенбілік шығарылым өз мәресіне жетті. Күніңіз жағымды жаңалықпен жалғасын тапсын. Баршаңызға сәтті күн тілейміз, жаратқаның берер несібесі таусылмасын. Аман болыңыздар.